Жарыстың соңғы күні турнир көшбасшысы Павлодар облысының спортшылары Хромтаудан келген волейболшылардан ұтылып, бірінші орынға шыға алмады. Теміртаудағы волейбол мектебінің оқушылары үшін бұл жеңіліс пайдалы болды. Себебі дәл осы күні жерлестеріміз Жетісу бір командасымен матчта алтын медальға таласты. Турнир, конечно, прошел успешно, мы заняли первое место. Турнир өте қызықты өтті. Біз бірінші орынды иелендік. Әрине, алға қойған мақсатымыз да осы болатын. Барлық қарсыластарды жеңу қажет еді. Алайда олар жақсы дайындықпен келгендіктен ол мүмкін болмады. Игра получилась содержательная, напряженная. Ойын өте қызықты, талас тартысқа толы өтті. Спорт кешені жанкүйерлерге толы болды. Жанкүйерлер бұл күндері өте қызықты ойын тамашалай алды деп ойлаймын. Бірінші, екі кезеңде Талдықорғаннан келген қонақтар басым болса, үшінші кезеңде алаң иелері, теміртаулық волейболшылар өздерінің жақсы дайындықтарын көрсете алды. Өкінішке орай біздің қыздарымыз бірінші орынды жоғалтып алды. Бірақ соңғы бір жарым жылда Жетісу командасы финалдық ойындарда жеңілмегенін де ескере кеткен жөн. Сондай-ақ аталмыш команда Қазақстанның ұлттық құрама командасының базалық клубы болып табылады. Егер біздің қыздарымыз бір жылда ең көбі 2 чемпионат өткізсе, күзгі чемпионаттың жеңімпазы Алматы облысының өкілдері орташа есеппен бір жылда 10 ұлттық чемпионатта және халықаралық турнирлерде бақ сынайды. О нашей команде нужно сказать, что мы, к сожалению... Біздің команда жайлы айтатын болсам, өкінішке қарай қаржының жетіспеуінен соңғы 3 жыл жарыстарға қатысу мүмкіндігінен айырылдық. Теміртау қаласының мамандандырылған балалар жасөспірімдер олимпиадалық резерв мектебі қазіргі таңда бізді еш қаржыландырып отырған жоқ. Спорт мектебінің жаңа жетекшісі Қайрат Абдуллаев біздің волейболшыларымызға үнемі қолдау көрсетуде. Біраз уақыт бұрын волейболшыларды қаржыландыру мәселесі қиынға соққан. Қазіргі таңда Теміртау командасы жоғары лигадағы әйелдер командаларының лайықты қарсыласы бола алады. Алайда қаражаттың болмауына байланысты біздің спортшылар осы беделді жарыстарға қатыспайды. Сонымен қатар қарсыластар спорт шеберлігін арттырып, бірнеше ұлттық және халықаралық турнирлерде тәжірибе жинақтады. Ал Теміртау волейболшыларында мұндай мүмкіндік жоқ. Сондықтан жерлестеріміздің күміс медальды жеңіп алуы мұндай жағдайда ерлікпен пара-пар. Игра прошла очень хорошо. На самом деле мы боролись до конца. Ойын өте жақсы әрі қызықты өтті. Біз аяғына дейін күрестік. Өзіміздің ойнай алатынымызды көрсете білдік деп ойлаймын. Әрине, дайындық әлі де керек. Бұрын Петропавлдық командамен өткен кездесумен салыстырсақ, қазіргі өткен ойын одан едәуір жақсырақ. Валерий Елисеев, Татьяна Герасимова және Людмила Ершованың шәкірттерінің Қазақстанның жоғарғы лигасында ойнаған және әрдайым жеңімпаздар мен жүлдегерлер қатарында болған уақыттарын еске алу керек. Бұрындары Теміртау волейболшылары өз жаттығушыларының арқасында ғана емес, ArcelorMittal Теміртаудың қолдауының арқасында белестерді бағындырып жүрді. Өкінішке орай, металлургиялық комбинат қазіргі таңда волейболшыларды қаржыландырмайды. Құнды қағаздың жоқтығынан біздің көз алдымызда Қазақстанда волейболшылардың құрамы тарап жатыр. Бұл бүгінгі волейболшылардың шынайы жағдайы. ArcelorMittal Теміртау басшылығы бұл жағдайды ескерсе дейді жаттықтырушылар. Сонда ғана жерлестерімізге бұрынғыдай жеңіс туын желбіретіп жүретін кезең қайтып оралар еді. Мне хочется поблагодарить болельщиков. Мен осы волейболшыларымыздың ата-аналарына, жанкүйерлерімізге алғысымды айтқым келеді. Сондай-ақ спорт кешенінің иелеріне де алғысым шексіз. Бізді қашанда қолдағандарыңыз үшін көп рахмет. Қазақстан чемпионатына Теміртау командасын КСРО мен Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Валерий Елисеев және жоғарғы дәрежедегі жаттықтырушылар Людмила Ершова мен Татьяна Герасимова дайындады.